Ағаларыңыз насыл болдым. Қалдарыңыз қалай? Қыстың күні, қаңтардың жартысына айында келіп қалдық. Біз енді жақсы білеміз. Біз қазақ ұлты әсіресе табиғатқа етене жақынбыз. Сол жер анамыз күнге жақындап, бұрын 1,5-2 герц болса, қазір 36-40 герцке дейін жылдамдық, қатты жылдамдық күнге қарай жақындап кеткен. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз баяғы ертектерде есіңізде ме? Күн емес сағат сайын өскен жаңа батыр бабаларымыз болған, сол заман қайтып туды деген сөз. Бұл деген барлық іс-әрекеттеріміз жылдам түрде жүреді. Сол үшін көбі біз сияқты арқасы бар адамдар жалпы ұлтқа, жалпы адамзатқа айтар жаңағыдай жолдауымыз, мәлімдеміз: сіз егер қорқынышта, үрейде, жаман көңіл күйде, ауыртпашылықта, депрессия, стресте жүрсеңіз, сіз өте төмен вибрацияда жүресіз. Өте төмен вибрация деген көңіл күйіңіз, жаңағыдай өмір сүруіңіз өте төмен деңгейде. Егер жоғары деңгейде өмір сүргіңіз келсе, жақсы көрім, мейірім, достық, көңіліңіз көтеріңкі, денсаулығы, бұл жерде барлығы өз қолыңызда. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді енді біздің ұлы ұлтымыз. Бірақ жаман нәрсені ескі өтіп кеткен бір қайғы мұңды, соғыс, өзіңіздің отбасыңыздағы қайғы мұң бәрін кешіріп, Құдайға тапсырып, аруақтарға тапсырып, неғұрлым жүрегіңізді мейірімге, өз-өзіңізге жақсы көңіл күй сыйлауға, үмітіңізді үзбеуге, күдерлеріңізді үзбеуге тырысыңыздар. Өйткені қазір жер ана солай жылдамдықпен өте қатты қарқынды дамып жатыр. Өте сондай күннен күнге. Ол өкімет уақыт ауыстырды деп, оларды да кінәлауға қажет жоқ. Оның бәрі бір Құдайдың қолында. Оның бәрі табиғаттың өзінің жаңағыдай аясында. Сондықтан жақсы нәрсеге жүгіріңіздер. Өйткені жаманшылық нәрсе істесеңіздер, өте бастарыңызға тез келеді. Абайлаңыздар. Сондықтан тек жақсылыққа ұмтылыңыздар. Үлкен өтініш.